Ата-анаға жақсылық жасау үлкен міндет қана емес, адамдықтың өлшемі. Олар біз үшін ұйқысыз түн өткізіп, бар ауыртпалықты арқалап өсірді. Біз күліп жүрген сәтте олар іштей алаңдап, біз үшін дұғада болды. Сондықтан ата-ананың көңіліне қарау құр сөз емес, үлкен сауап. Кейде біз оларды түсінбей қаламыз. Ойы ескі сияқты көрінеді, сөзі ауыр естіледі. Талаптары орынсыз көрінуі мүмкін, бірақ ол өздерінің бізді қорғау тәсілі. Уақыт өзгерді, заман басқа болды, ал ата-ананың жүрегі сол баяғы бала деп соққан күйі қалады. Біз есейдік, ал олар қартайды. Осыны кейде ұмытып кетеміз. Ата-анаға жылы сөз айту, көңілін сұрау, сабырмен тыңдау үлкен жақсылық. Кейде түсінбесек те ренжітпеу, дауыс көтермеу, көңілін қалдырмау нағыз тәрбие. Өйткені ата-ананың разылығы Алланың разылығы. Ертең кеш болуы мүмкін, ал бүгін жасаған жақсылығымыз ертең жүрегімізге тыныштық болып оралады.